Бәріне сәлем, қалдарыңыз қалай? Кеше қонақ күтем деп жүріп, мен үшінші қызымның туған күнін ұмыт кеткем ғой. Негізі 17 апрель күні туған күні болатын, мен 18 күні енді құттықтауға шығып бара жатырмын. Өткеннен бері қызым енді садикте көбінесе барлығының жаңа туған күндерін атап өткендерін көріп жүр ғой, енді қарап жүр, торттарды үрлеп жатқан көріп жатыр. Соны папасына айтқан болатын: "Мама, папа, мен де садикке осындай торт әкеліңізші, мен үрлеймін" деп сөйтіп айтып жүрген қазіргі балалар бәле ғой. Сонымен не керек, сөйтіп магазинге келдім де балалардың барлығына 25 бала екен, бір топта барни алдым. Негізі мұғалімнен сұрадым, банан алайын ба, барни ма деген секілді. Банан емес, осындай барни әкеле беріңіз деді да, сокпен бірге. Сонымен осындай кішкентай ғана 0,5 сок алдым яблочный, одан кейін барни алдым, барлығын 25 штуктан алдым да, енді балалардың барлығын қуантайын деп. Сонымен Томи деген өткеннен бері тортты қалап жүрген, негізі 4 деген, енді 4-ке толып жатыр ғой қызым. Сонымен енді тортқа осындай ғып свечалар іздедім, үрлегенге 4 деген санды таптым. Свечаны енді таппай жүрмін, былай айналдым магазинда, олай айналдым, еш жерде жоқ қой. Сонымен ана жерде деп ана орыс кісіден сұрап едім, арғы бетте деді, соған енді айналып бара жатырмын. Сотка ана жерде қойып сіздерге түсіріп жатырмын ғой. Сөйтіп тауып алдым, не свечаларын барлығын реттеп барлығын алып алдым. Мұғалімдеріне де бір-екі заттар алдым, торт, сок дегендей. Сосын ана жерде такси күтіп тұрмын, енді тез баруым керек. Уже балалар қазір далада жүр екен да, кішкене далада серуен дегенге, сол кезде барып құттықтап кетіңіз деген болады мұғалімдер. Сөйтіп таксиді тоқтатып, осылай отырып тез садигіне жетіп келдім. Алдымнан балалар жүгіріп шыққан ғой. Мұғаліміне: "Мен түсіріп тұрыңыз, жанға қарай жүріңіз" деп ымдап қоям ғой. Сөйтіп видеосын түсіріп, балалардың барлығы алдымнан жүгіріп, қызым деген енді мәз болып, осы Тамирис қызымның енді арманын орындап жатырмын. Тортқа міне 4 деген санды қойып, өрлетіп, осы арманы болатын қызымның сөйтіп құттықтап, өмір жасың ұзақ болсын деп жақсы тілектер айтып жатырмыз. Мына жерде әпкелер өзінің киімдерін киіп шықты да, негізі ойлағам тез заказ берем деп, оған миым ашып жүріп, білмеймін деген ұмытып кеткенмін ғой. Заранее дайындалмадым да, аяқ астынан шыққаннан кейін солай болып қалды. Сөйтіп балаларға соктарын, барниларын барлығын бердім. Балалар да мәз, қызым вообще қуанып, арманы орындалып, мәз болып жүр ана жерде. Сосын бір-екі қыз Тамириске тілек айтты. Тамирис тілекті қайтсын, мына жерде согын, барнин жеп бара жатыр ғой, қарны ашып ше. Сонымен деген енді қала бер десем қалмайым деп жылап, хайбай шығарса бола ма, үйге барам деп. Сөйтіп алып қайттым, екеуміз әңгіме айтып үйге дейін жаяу келдік. Бұл қызым негізі айтқанынан қайтпайды, өткенде папасына торт алдырып, мен туған күнім жасап беріңдер деп сөйтіп папасы вахтадан келген кезде торт сатып алып, арнайы жаңадай осындай свечаларды жағып, осылай светті өшіріп құттықтаған болатынбыз. Айтқанынан қайтпайды ғой, садикте көрген ғой, осылай маған да жасап беріңдер деп күнде айтатын. Ақыры жасатты. Бүгін енді туған күнін атап өттік. 5 бала туамыз деп миым ашып, жаңадай балаларымыздың туған күнін ұмытып қалғанбыз ғой, жаңа қонақ күтем деп ше. Сөйтіп осылай жаңағы мен бағана садикке шығайын деп жатқан кезде қайнағам келген болатын қонаққа. Сөйтіп тамақтың, шайын барлығын дайындап беріп кеттім. Өзіңіз іше беріңіз, қазір келемін деп мен садикке бара жатырмын деп. Сол кісі осындай күшті фруктылар әкелген ғой үйге. Енді барлығына турап дайындап берейін деп жатырмын. Киви деген секілдер. Қызым мынаны жеймін дейді, қой бұны нанға жағып жейді деймін ғой.